Қолында айфоны бар адамның монтажға деген махаббаты мықты болады дейді. Қолыңыздағы айфонмен видеолип бағдарламасы арқылы монтаж жасауды осы видеода үйреніңіз. Сәлем филммейкер! Ал достар, өзімнің студиямда сіздерге видеолип бағдарламасын түсіндіруді бастаймын. Бисмилlah деп бастасақ, міне видеолипқа кірдік. Біз онда новый проект деп өзіміздің проектімізді аламыз. Және түсірілген видеоларымызды мен галереяма мән бермеңіздер, жұмыс бабымен жүргеннен кейін өзімнің фотома қарағанда жұрттың фотолары көп. Кеттік, айфонмен түсірген нәрселерімізді тығамыз. Егер сіздің түсірген видеоңызға голос керек емес болса, мысалы мен сөйлеп отырғандай дауыс керек емес болса, сразу аласыз да аудионы өшіріп тастай салыңыз. Өйткені естейсіз андағы видеолардың дауысын отвлекать етеді. Және достар, айфонмен осындай программаларға музыка қосуды көбісі білмейді екен достар. Это просто десең, жарайды, көрсетем. Ол үшін сізге Telegram деген қосымша керек болады. Телеграмда музыка для видео деген бар, VKM-бот деген бар. VK-дағы музыкаларды Телеграмға скачать етіп аласыз. Ешқандай қиындық жоқ. Мысалы, өзімнің жай бір өзімнің жинаған музыкаларымнан бірдеңені алып бара салайын. Ещені басамыз, и потом шығарып аламыз. Көрсетіліп тұр экраны видеода жерде. И потом скопировать видеолип деп аламыз да, музыкамыз дәл осы проектіміздің үстінде тұрады. И потом, достар, пошагово сіздерге қалай екенін көрсетем. Мына жерде холст деген бар, ол біздің кадрымызды көрсететін болады. Егер, достар, сіз сторисіңізға видео монтаждап салатын болсаңыз, сіз ни в коем случае сіз 16:9 деген YouTube форматын қолданбаңыз. Ол жақта сіз 9:16 деген форматты қолданасыз. Ал менің мына видеом жатқызылып түсірілгеннен кейін придется YouTube форматына шығаруға. И көбінесе, достар, өтетін формат бұл бізде Инстаграмға 4:5 деген формат болады. Сторисқа 9:16, YouTubeқа немесе Инстаграм постына 4:5 немесе 16:9. Понятно? Потом кеттік. Біз миксер деген арқылы, микшер деп аталады негізі. Біз микшер деген арқылы оның үстіне бір фотомызды немесе видеомызды қоса аламыз. Қараңыз, мысалы. Келеді ғой, видео кетіп баратады, мұнаны біз үлкейте саламыз. Үлкейтіп қоя саламыз да, басқа видео кетіп қалады. Біз астындағы таймлайнның уақытын құртпай-ақ үстінен жібере саламыз да, мұна видео керек емес жерлер болса. Дәл осылай фотоларымызды қосып, футаждарымызды қосып, глич эффекттерімізді, блек переходтарымызды қосып, ол туралы алдағы уақытта мықты бір видео түсірем. Осылай алып келе қоямыз. Егер сіздің менің артымда жасыл зеленка тұратын болса, хромакейді басып, фук етіп келтіріп, күшті бір Adobe Premiere Pro сияқты нәрсе шығара аламыз. Кеттік, микшер дегенді былай түсінген боларсыз. Ол туралы да уақытта тоже видео салатын болам. Мықты видео. Сосын, достар, текст деген нәрсені түсіндірейін сізге. Текст деген бәріңіз білесіздер ғой. Бірақ бұл жерде текстіңіз слишком детский болып қалмасын. Мысалға, мына жерде жазайық. Non-films dig. Шрифтыға кірген кезде сіз нормальный бір детский болмайтын шрифттарды таңдап алуыңыз керек болады. Өйткені, достар, слишком бір детский болады ғой. Иншотта, мысалы, бір қатып қалған бір нелер бар. Сол сияқты шрифттарды қолданбасаңыз, өйткені ол палевна болып қалады. Видеолип жасаған ғой деген бір ой қалыптастырады да. Ал настоящий филммейкер өзінің қай жерде жасаған бір байқатпайтындай бір нәрселерді қолдану керек. Сол үшін осылай. Және, достар, мына нәрсені айтайын. Қазақша жазғанда Q, деген әріптер сізде шрифтқа келмей қалуы мүмкін. Өтініш, пожалуйста. Бір латынша ма, бір орысша ма келістіріп жіберсеңіз сол жерлерін. Дегенде N деп жазып, сонда келістіріп жіберсеңіз, әйтпесе слишком дешевый видео болып қалады. Анау деген нәрселеріңіз мына шрифтқа жатпай қалуы мүмкін. Өйткені бұл біздің Қазақстанның программасы емес қой, достар. Ол қайдағы жоқ, ақштағы шығарып отқан нәрселер өзіңіздікіне қазақшаға келе алмайды.
Сол үшін маскировать етіп N деп жазып, К деп жазып жіберсеңіз, нұр үстіне нұр болады. Дешевый болып қалмау үшін. Кеттік достар. Шрифтімен жұмыс істеуді тағы да бір көрсетейін. Бұнда бір эффекттері бар. Мұнда эффекттерді өтініш мүлде қолданбаңыздар, өйткені сіздің видеоңыздың дешевый болып қалуына септігін тигізеді. Мына жерде не бар? Анимация деген бар. Текстің басында қалай шығуы, ортасында қалай тұруы, соңында қалай тұруы деген мағынада. Өте оп-оңай. Метод тыкания арқылы кіресіз, просто бит белгілеп, басында қалай тұрады деген сияқты. Өте оп-оңай. Менің қазір айтып отыратындай нәрсем емес достар. Өзіңіз түсініп ала аласыз. Ал мен сізге фон деген нәрсені тоже түсіндірейін. Фон деген әдемі нәрсе бар. Астына қойсаңыз болады, онымен былай қойсаңыз болады. Мысалы, субтитры жазған кезде өте керемет пайдасы тиеді. Егер де сіздің айфоныңыз 6-шы айфон болса, онда сіз видеолиптің бүкіл ерекшеліктерін көтеруіңізге тура келеді. Өйткені менде де 6-шы айфон жестко қатады. Отвечаю, жестко қатады, прям бар ғой. 2 минут монтаждағаннан кейін сізде уже видео емес стоп моушн болып келеді. Бірақ сонымен шыдап жүрген маған рахмет. Дегенмен де достар, сіз уже жарты сағатта 40 минуттық видеоларды прям миксерімен, музыкаларымен, глич эффект бәрін қосып, прям каша болып монтаждатқан кезде iPhone XR болсын, iPhone 11 Pro Max болсын, олардың өзі чотан братан бідірмейсің да деген әңгімелерді айтып қата бастайды. Өйткені ол үлкен объем, үлкен жұмыс. Сол үшін видеолиптің ерекшеліктерін көтеруімізге тура келеді. Ал біз стикері деген бөліміне барайын десек, ол жақта особо ештеңе жоқ. Ол жақтың стикерлері детский болып кетуі мүмкін. Ал сізге прям бір үстіне наклейка қосу керек болса, бірдеңе бір қосу керек болса, келесі сабақтарда футаждармен қалай жұмыс істеу туралы айтатын болам достар. Келесіде аудио. Біз аудио арқылы видеолиптің өзінің музыкасын қоссақ болады. Болады, но в основном өзіміздікін қосамыз ғой әрине. И звук эффект болған кезде, мысалы, переходтар болады ғой. Фух деп осып кететін, жоқ болып кететін, тұрш деген бірандай гличтің дауыстар болады. Осы видеолип арқылы қоссақ болады. Немесе өзіміз тоже телеграмнан звук переходы деген каналдар бар. Соған кіріп өзіңіз қоса аласыз. Және достар, музыкамен қалай жұмыс істеу керектігін айтайын. Керек емес жерлерін ала саласыз да қиясыз, орнына бүйтіп апара саласыз. Мына жерде еще басында появление деген бар. Появление деген баяу басталады. И угасание деген бар. Соңында баяу аяқталады. Сонымен қатар сіз кеседе аласыз. Қарапайым. Просто кіріп, шұқлап тастайтын нәрселер. И потом сізге голос деген нәрсені түсіндірсем, достар, кейде болады экранный видео дегенде, экранный видео түсірген кезде голосыңыз жазылмайды мына жақтан сөйлеген. Естественно, оны сіз видеолиптің даусымен мынаны қосып жіберіп, сразу на монтаже өзіңіздің голосыңызды алып келесіз де, сразу жасай саласыз. И достар, фильтрі мен коррекция дегенде кейінірек түсіндірем. Эффекті деген нәрсе, вроде күннің эффекттері бар, бүйтіп қоя салсақ әдемі шығады, прикиньте, қоя салған соң. Кеттік, жарайды, бүйтіп қойдық, кетті, сәл мынандай нелерін түсіреміз. Сондай бір эффекттермен қолдана аласыз, бірақ мына жерде ескеретін жайт, try деп жазылып тұрған нәрселер, бұл платный деген сөз. Платный. Ол үшін сіз подпискасын сатып алуыңыз керек болады. Бірақ біз тегін версиясымен талай нәрсе шығара аламыз. Осы эффекттердің әрқайсысын түсіндіруім қажет емес деп ойлаймын. Өзіңіз кіріп түсініп ала аласыз. Және помехи деген тоже солай. Пиксели деген мысалы адамның түрін жауып тастайтын болады. Мысалы андай болады ғой. Андай нелер. Прям андай жаман адамдардың түрлерін жауып тастай саламыз деген сияқты. Вот, енді мен видеоның өзін басамында, оның мен қалай қиятынымды, қалай жасайтынымды түгел түсіндіретін болам. Кеттік. Иә, қидық, бүйтіп қия салды әрине. И потом, достар, мен сіздерге түсіндіремін, ол фильтры.
Фильтрі бұл жерде видеолиптің өзінің бір жақсы жататын екі ақ фильтр бар. Оның бірінші HL1, HL2. HL1 өте жақсы жатады, бірақ сіз көптеген мобилографтар, көптеген осында телефонмен түсіретін адамдар HL1-ді слишком палевно жасайды. Мысалы мен қараған кезде, мысалы мен инстаграмнан біреудің видеосын қарасам, ол жерде бүйтіп қарап отырсам, андай фильтрі түсінікті да уже. Сол HL1 слишком құрт жібергенсің деймін да, сразу қарамаймын. Сол үшін слишком беспалевно болу үшін біз жаймен былай түсіреміз оның прозрачностін түсіріп, сразу коррекцияға кіріп, оны маскировать етіп бастаймыз. Түсінікті ғой? HL1-ді өзіміздің видеомызға басамыз, и потом коррекция жасау керек боламыз. И осы цветокоррекцияның ең основасы болып табылады. Яркостьқа кіріп сәл көтереміз, немесе түсіреміз. Опа, мына жерде түсірген сәл мрачно болып тұрады. Контрастностьті қоссақ, андай жесткий барындай болады, қанық түстер болады. Түсірсек, киношный көрінеді. Бұл жерде сәл көтерсек әдемі болады. И насыщенностьті бұл жерде түсірген өте әдемі көрінеді. Сол үшін осы HL1-ді слишком есте жүрмеңіз. Артық қолданбаңыз. Кеттік тағы да екінші видеоның HL1-ін қараңыз. 100% болып тұрса, мынандай слишком палевно болып қалады. Сол үшін жай түсіреміз. Опа, 63-ке кеттік. И жаңағыдай яркостьтін көтеріп, контрастностьтін көтеріп, былайша айтқан кезде әр видеоның цветокоррекциясымен жүйелі түрде айналысуымыз керек. Бірінші видеодағыдай біздің цветокоррекциямыз ұқсас болуы шарт. Өйткені біріншісіне HL1, екіншісіне HL2-ні қоссақ, дешевый болып қалады. Кеттік, үшіншісі. Разделяем. Алып тастаймыз керек емес жерлерін. Тоже фильтрға басамыз. HL1-ді түсіреміз, көтереміз, контрастность, насыщенность. В основном осы яркость, контрастность, насыщенность үлкен нәрселер шешетін болады. Ал қалғандарын мен особо қолданбаймын. Алып келемізді қазыламыз. Ну, в основном осындай қысқа видеоны түсіндірдім сізге. Өлеңді тоже қиып тастай салайық, басқа нәрселерін түсіндіре берейін. Бұл жерде скорость деген нәрселері бар. Скорость дегенді білетін де шығарсыз, жақсы білесіз ғой. Құрметті филммейкер, осы видео барынша пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеода дешевый видео қалай түсірмеу жолдарын айтып беретін болам. Осы видео ұнаса достар, филммейкер, барынша бөлісуіңізді, барынша белсенді болуыңызды сұраймын. Өйткені бұл каналдан мен ешқандай да пайда таппаймын. Барынша сіздерге пайдалы болу үшін осындай ақпараттарды беріп отырмын. Как говорится, мобилография бесплатно, только у Нонфилмс. Давайте. Рахмет!